Так, саламатсыздар ма, құрметті жиналған қауым. Мен есімім Мақсат Мейірбекұлы Мәтен болады. Бүгінгі жиналысты ашуға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі ашық отырыс түрінде қоғамдық тыңдаулар тақырыбы Жуалы ауданы әкімдігінің ЖХ бөлімінің Жуалы су мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны 2026-2035 жылдары қатты қалдықтар полигон үшін қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат беру үшін нормативтік құжаттар тақырыбында болады. Алдымен енді мынау регламентті бекітіп алайық. Қоғамдық жиналыстың қатысушысын сайлау. Екінші, қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу 10 минут, баяндамашылардың сөз сөйлеуі 5 минуттан, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын тыңдау, ескертулер мен ұсыныстарға жауап беру 10 минут. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау 1 минут. Қоғамдық жиналыстың хаттамасын енгізу үшін ашық қоғамдық тыңдаулардың қатысушысын сайлауды ұсынамын. Хатшы ретінде ЭКО КС жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Сембекова Гүлсім Құдайбергенқызын сайлауды ұсынамын. Қол көтеріп дауыс берейік. Так, қалыс қалғандар болған жоқ, қарсы ешкім жоқ. Регламентті бекітуді ұсынамын. Қол көтеріп дауыс берейік. Регламентті бекітіп отырмыз. Қарсы қалыс ешкім жоқ. Ал келесі кезекті баяндамашыларға берейік. Сосын жаңағы сұрақ жауап, жаңағы бекітілген регламент бойынша жұмыс жалғастырамыз. Рахмет. Қайырлы күн. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың тақырыбы осы қатты қалдықтар полигоны үшін қоршаған ортаға әсер етуге рұқсат беру үшін нормативтік құжаттарды заңдастыру ретінде. Біздің бүгінгі қоғамдық тыңдаудың талабы Қазақстан Республикасының экология кодексінің 58 бабының 2 тармағы, 73 бабының 1 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары бекітілген. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидалары Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрінің міндетін атқарушы 2021 жылы 3 тамыздағы 286 бұйрығымен бекітілген. Бүгінгі қоғамдық тыңдау жоғарғыда қазір айтып отқандай ашық жиналыстар қоғамдық тыңдауларын өткізу тәртібінің барлық тармақтарына сәйкес орындалып отыр. Осы мекеме қоғамдық тыңдау нысан қоғамдық тыңдау өткізудің бірден бір нысаны болып табылады. Бізде бұл қоғамдық тыңдау өткізілмес бұрын бізде нелер өткізілді бірінші. Қазақшасын білсеңіз, екі тілде ғой бұл. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін ақпараттардың бәрі орыс және қазақ тілдерінде таратылды. Ол бірінші бізде табиғи ресурстар әкімдік басқармасымен келісіліп, ресми интернет ресурсында салынады. Соның кейін барып бізде облыстық Магнолия газетінде нөмір 8-ші 25-02-25 жылға шыққан нөмірінде. Соның кейін жүгіртпе жол Тараз 24 телеканалында ол 21-ші неден бастап, ақпаннан бастап жүргізіліп, өзінің уақытысында жүргізіліп өтті. Енді тиісті бүткіл қажетті ненің бәрі мен сіздерге қазір ақпарат жүйеде айтып отырмын. Енді мен ары қарай баяндамам тек қана осы біздің полигон жайында болады. Біздің нысан Дихан ауылының солтүстік шығысына қарай 2 километр, 2 шақырымда жерде орналасқан. Біздің бұл полигонның нысанның аумағы 7 гектар. Бұл жер заңдастыру несіменен берілген бойынша 7 гектар болып есептеледі. Бұл полигон бізде жұмыс жобасымен соғылған полигон. Бұл полигонда мынандай жұмыстар жүргізіледі. Тұрмыстық қалдық полигонда келесі жұмыстар жүргізіледі. Қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру бойынша жұмыстарды орындау кезінде қабылдау, сақтау және оны ары қарай оқшаулау. Ұйымдастырылған полигонға қатты тұрмыстық қалдықтарды қабылдау тығыздалмаған күйде жүзеге асырылады. Ұйымдастырылған қатты қалдықтар, тұрмыстық қалдықтар үйіндісіне келген көліктер үйіндіні шетіне түсіреді. Полигонның көліктер түсірілген қалдықтарды үйіндінің бүкіл аумағына сақтайды. Бульдозер қатты қалдықтарды қабат-қабат ауыстырып,
нығыздап, сол 1,4 метр биіктікте үйінді пайда болғанша нелады, үйінді үйе береді. Келесі жұмыс платформасының білігі алға қарай итеріледі. Содан соғыс әдіспен қалдықтар төменнен жоғарыға қарай орналастырылады. Құрылыс қатты қалдықтардың үйіндісі толтыру процесі аяқталғаннан кейін қабат-қабат тығыздалған жобалық биіктікке дейін жеткеннен кейін ол немен оқшауланады, топырақпен бетін неғылады да, оның жаңағыдай жеңіл нелер бар ғой, целлофан дейміз, қағаз дейміз, солар шықпас үшін бетін топырақпенен ол нығыздалынады, оқшауланады. Жұмыс картасының алдында көліктерді түсіру. Қатты тұрмыстық қалдықтар қабатында жүзеге асырылады. Бұл қабат төсеу, оқшаулау уақытында 3 айдан астам уақыт нелады. 3 ай болды ма, значит, үстін не қылу керек, нығыздап, оқшалап, жауып тастап отыру керек. Бұл қатты қалдықтардың қабатын нығыздау 14 тонналық ауыр салмағы бульдозермен жүзеге асырылады. Тұғыздау бір жол бойымен бульдозер 2-4 рет өтуге жүзарғысын. Значит, бір жолда албастарда бульдозер бір емес 4 рет өту керек, ары бері. Полигонның біркелкі шөгуінің қамтамасыз ету үшін жылына 2 рет қатты тұрмыстық қалдықтардың нығыздалу дәрежесін бақылауды анықтау жүргізу қажет. Кәсіпорын алаңынан қоршаған ортаның ластану негізінен мыналарға байланысты. Қатты тұрмыстық қалдықтарды түсіру кезіндегі атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуы. Бульдозермен қатты тұрмыстық қалдықтарды жоспарлау, нығыздау кезіндегі атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуы. Оқшаулағыш қабатын тиегішпен құю ретінде атмосфераға ластаушы заттар шығарылуы. Бульдозермен оқшаулау және нығыздау кезінде, бульдозермен өрт сөндіруді жоспарлау кезінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуы. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйінді кезінде сақтау, кезінде атмосфераға ластаушы заттардың шығарылуы қазіргі біздің есебіміз бойынша 29 тонна мөлшерінде ластаушы заттар шығады. Соның ішінде 13 түрлі ластаушы заттар шығарылады ауаға. Бұл ауаға ғана шығатыны. Жоқ, сақталу кезде, кәдімгі жұмыс істеп жатқан кезде. Өртелген кезде ол мүлдем басқаша, ол басқа немен есептелінеді ол. Сіздер өрт сөндіру жоспарлау жоспары бар. Сіздер өрттен кетпеу үшін не жұмыс жүргізу керексіздер. Соның айтылып кеткен. Сумен қамтамасыз ету, негізгі көзі шаруашылық ауыз сумен қамтамасыз ету және халықтың және өндірістік күнделікті тұтыну үшін сумен жабдықтау, тасып әкелу ретінде. Сіздерде өрде не жоқ. Сіздер немен өздеріңіз алып келесіздер. Сол резервуар бар ғой сіздерде. Ол немен сол резервуар толтырып қоясыздар. Сіздер басқа жақтан алып келесіздер, ол жерде су көзі жоқ қой сіздерде. Тұрмыстық сарқынды суларды су өткізбейтін бетон шұңқырларға жүзеге асырылады, ағады. Олар тартылған кезде ағынды суларды сору машинасымен көмегімен келіп, өзінің арнайы жерге апарылып тасталынады сулар. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигон су қорғау аймағымен белдеуінен тыс орналасқан біздің неміз бойынша. Бізде тұрмыстық қатты қалдықтар полигонында қалдықтарды қазіргі таңда осы сіздердің ауылдық округтеріңіздің анықтамамен берген нелеріңіз бойынша 53.617 тұрғынды құрап отыр. Сіздердің анықтамаларыңыз дұрыс қой. Осы 53.617 адамды берді деп, біз қазір соңғы 2 жылдың халық санының кәдімгідей өсіп, 1,5%-1,5%-ға өсіп отқанын ескере отырып, негізге ала отырып, жобада қалдықтарды 10 жылға есептеп жүргіздік. Жоба бойынша 26 жылы 5900 тонна қалдық шығады деп есептеп отырмыз. 2035 жылы 6778 тонна шығады деп, бұл 1,5%-ға өсу несін алып отырмыз. Осы қалыптасқан қалдықтардың барлығы полигонға орналастырылады. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигонға орналастырмас бұрын сұрыптау өту қажет. Бұл Қазақстан Республикасының экология кодексінің
350 бабының 5 тармағына сәйкес тұрмыстық қатты қалдықтарды сұрыптаусыз көмуге тыйым салынады. Яғни ол қайталама шикізат ретінде қайта өңделетін қалдықтар бізде қағаз, картон, газет, сынған шыны ыдыстар, әйнектер, ескі жиһаздар, қолданыстан шыққан ағаш бұйымдары, бізден содан кейін бос консерва банкілер, металл сынықтары, целлофан қапшықтары, ең басты проблема. Пластмассадан жасалған бұйымдар, пластикалық бөтелкелер, мата, тамақ қалдықтары, сойылған малдың қалдықтары, малдың қиым, малдың өлексесі, құрылыс қалдықтары, қолданыстан шыққан автомобиль дөңгелектері тасталынбайды, көмілмейді, той жаққа. Құрамында улы затты бар қалдықтар, люминесцентный лампалар, бізде күнделікті қолданатын, батарейлер, аккумуляторлар, пайдаланған майлар, мотор майлар бар ғой, және сұйықтықтар, электронды қалдықтар, осы атылған қалдықтар қабылдайтын арнайы мекемелер бар. Сол мекемелерге өткізілген жөн. Ал қалған сұрыптауға келмейтін қалдықтар полигонға көміледі. Менің бүгінгі сіздердің осы полигон бойынша дайындап кеткен баяндамам аяқталды. Маған қойылатын сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер, мен жауап беруге дайынмын. Сұрақтарыңыз бар ма? Баяндамашы Гүлсім Құдайбергенқызының баяндамасы назарға алынсын. Енді менің жаңағы сіз баяндамаңызда айтып өткендей жаңағы қатты қалдықтар полигонындағы атқарылатын жұмыстарды бүгінгі күні жуалсу мекемесімен атқарылып жатыр ма? Енді кейінгі нелер жасалған жоқ. Алдында жоспарға қойғандарыңыз, оларын да орындау керексіздер, соны сұрап отыр бұл кісі. Солай ма? Иә. Жоспардағының бәрі орындалады, бірақ кейінгі жылдары ақша бөлінбейді. Қаржы мәселесі. Қаржы мәселесі. Техника алу жұмыстары, бірақ және су, құдық қазу, су мәселесі. Бәрі бар. Техника жаңа біраз. Бұл нормативті құжаттың несінде біз дайындаған кезде нормативті құжаттың неде сіздерге жоспар бекітіліп қойған, сіздер солымен келісіп қол қойасыздар. Ол жерде сіздерде жаңағы қоршау мәселесі, ол жаңағы несін ұңғыма қазып жерасты сулар лайланып жатыр ма, лайланып жатқан соны не қылуымыз керекпіз. Соның бәрі сіздерде неғылған, соның бәрін орындайсыздар. Сіздерге рұқсат қағазы берілгеннен кейін, рұқсат қағазының артында сіздерде не тұрады? Бүткіл 16 пункт па сондайдан. Сіз солардың бәрін орындау керексіздер. Сіздер табиғат пайдаланушы ретінде сіздер рұқсат қағазын алғаннан кейін соны орындау міндетті сіздерге шарт. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Тағы сұрақ бар. Полигонның аумағында полигонға көбінесе жеген қалдықтар түседі. Қағаз, целлофан, олар айналасындағы үлкен егістіктер орналасқан, соған желді нәрседен шашып кетеді. Соған сетіп қоршау болса екпеді. Енді айтып отыр ғой, қаржы мәселесі қалай шешіледі, сол орындалады деп. Бәрі қаржыға келіп тіркеліп тұр ғой. Кісілерге қойылатын сұрақ емес енді. Сіз басқа сұрағыңыз болмаса, Гүлсім Құдайбергенқызы отыра беріңіз. Менің сұрағым бұл жерде аудандық ЖКХ бөлімі мамандары қатысып отыр. Жаңағы баяндамашы айтып өткендей, жаңағы мына кісі де жаңа айтып өтті, аумағы 4-5 шақырымға дейін жаңа неде слайдта көрініп жатыр, айналасының бәрі поля. Поляда бүгінгі күні ұшқан салафан, қысы бойы боран, желден ұшқан салафан 4-5 гектар аумаққа дейін, километр аумаққа дейін жауып қалған салафан. Оның қоршауын ұлғайту жұмыстары, жаңа ішіне техника кіргіздік, ылғи ары бері сортировать ету мәселесіне биылғы жылға қандай бір қаржы или бір жоспар бар ма ЖКХ бөліміне? Сұрыптау бойынша аудан әкіміне ұсыныс жасағанбыз. Осы үшінші сессияда қаралып деген екен. Ол қайсысынан нақты? Баншный, Аклашкілер. Жоқ, ол сортировочный жөнінде, иә? Ол сортировать еткеннен, ол жерде мен енді білмеймін, сортировочный аппаратты кім көргендеріңіз бар ма? Сол сортировать еткеннен кейін де салафан ұшпайтынына кепіл бар ма? Мен қаладағы жасыл тараз мекемесінде білемін, суалкісінде 2 ДТ техникасы кешке дейін түскен мусорларды ары бері сортировать етіп, көміп, былай сондай жұмыстар атқарып жатады.
ол бөлдік дейік, мысалы салафанды бөлдік, баклажканы бөлдік. Ол салафан қайтып ұша ма, әлде ол мен көрген жоқпын ондай сортировочный аппаратты. Әлде ол бір бөлінгеннен кейін соны салафан нақты бірдеңеге жинала ма? Ол қайтадан өңделеді, жаңа айтып кеттім ғой мен баяндамамда. Ол сол сұрыпталып болғаннан кейін қағазды алатын өз жері бар. Жаңа пластик пен целлофанды алатын бізде мекеме бар. Шыны несін бар, тоо әйнек деген ол өзі алып келеді. Сіздер сұрыптап қойып қойсыздар, олар өздері келіп алып кетеді. Ол қайтадан ұшпайды шаһар. Байзаққа барғанда Байзаққа барды, біз Байзаққа барасыз. Біз қазір не қылса бір секунд сол Байзақта сол регламент бойынша уақытымыз бар да. Көрдік. Баклажкаларды жинайды, майдалайды, өткізеді. Шымкент Алматы алады екен. Сұраныс бар ғой? Бар. Сұраныс Сұраныс көп өте. алады, ол тоже неге өткізеді екен олар сонда. Содан кейін қағаз макулатура оны не алады. И баллонда не бар, олар да сол ары не қылады екен. Бірақ енді оларда уже ажиотаж жасап тастаған, ол жекеге қарайды да, неге. Әркім өз саласымен бөліп істеп қойған маған ұнады. Ол енді сөйтіп сұраныс болса миллионда болады. Сұраныс бар, ол қалмайды ол заты. Салмағына баклажканың салмағы бойынша біреуіне 160 теңге төлейді, біреуіне 100 теңге килограмм төлейді екен да. Содан өздері сұртап келген кейін ана жаққа 200 теңгеден өткізеді екен. Несін? Алматыға, Басқараға сонда. Соңын неден өткеннен кейін отырып талқылай қарай. Сондай болса бізде дұрыс болар еді, ондай жоқ қой. Ақша қойып. Енді өңдейтін мүмкін емес шығар қою, бірақ сортировочныйдың қою хотя бы бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі. Мен жаңағы осындай жаңа біздің ауылдық округтың біздің территорияның аумағында орналасқаннан кейін біздің сіздерге қоятын осындай талаптарымыз бар. Арнайы қоршауды көтеру, сортировочный аппарат қою және ішіне бір техника бөлу. Қоршау көтеру туралы мен мысалы уже 3-ші жыл ма сержант 54 жыл уже бір рет 18 миллионға неге 20-дан асып уже 2-3 метр свет беріп қойып жылда береміз, бірақ оған ақша оны көтеру керек. Біз неден жаңағы жиі ұшпас үшін қоршауды көтеру керек. Примерно столбының бойындағы сол барды қадап соған сыптар қойып тастаса ана жәнісін ұшпайды. Ал қазіргі заманда қазіргі уақытта ұшқан ол. Енді өзің білесің, қайта бір-бірімен ұрысып басталды. Ана жинау керек, мынау жинау керек. Ол бүкіл район бойынша адамдарды жиналатынбыз. Біздің регламент бойынша жиналыста егер басқа сұрақ жоқ болса, жарайды. аяқтайық та соң ары қарай сөзімізді. Онда сіздер бір не жазып алсыз ғой. Сіз қағаздар іште қосып жіберіңіз, ертең осы не болғаннан кейін жаңағы 10 сұрақтың ішінде болады барша деп ойлаймын. И сол 10 сұраққа байланысты бізде және ақша сұраймыз ба, ақша бөліне ма, ондай қаражат. Сұрақтың бәрі ЖК-ға ғой. иә. Мен мәселелер сөйлеймін. Басшылығын. Нақты жауап береміз. Тарапынан олар производственный контроль деген болды. Сол жерде міндетті түрде талаптардың бәрін қояды ғой. Иә, сол талап. Иә, сол талаптардың бәрін сұрыптау деген ол онша емес, соны шу болды ғой сұрап жатқан ғой. Иә. Ол деген Сіздің фамилияңыз қандай? Айнабекова. Сұрыптайтын конвейер не ғой енді жаңағы. Конвейер деп аталып ол жерде арнайы қызметкерлер жұмыс істеп, жаңағы контейнерлерге бөлек сұрыптап отырғаннан кейін оны жаңағы қабылдап алатын мекемелердің келісімшарт жасай отырып, соларға өткізіп отыру керек. Көмірге оқшаулауға жарамайтын нәрсенің бәрін сұрыптау үшін ол бәленбай миллион тұрады. Ол бәрі қамтылған меншікке жауап беретін мекемемен аудан әкімінің тарапынан жергілікті бюджеттен, облыстық бюджеттен қаржы қарастырылмаса, оны біздің мекеменің алып орнатуға шамасы жоқ. Ол деген өте керемет нәрсе негізі. Сіздердің мекемелеріңіздің қаржы мәселесін қазір енді біз бұл жерде қарап талқылай алмаймыз. Біз өзіміздің неміз бойынша қазір жиналыста қорытындылайық онда. Жаңағы енді бұл кісілер жаңағы рұқсат беру мәселесі негізгі бұл жерде тақырыбымыз. Енді бірақ жаңағы бұл бүгінгі күні жаңағы рұқсат беріліп жатқан қатты қалдық төгу полигоны ауданымыздағы единственный полигон. Ауылдық округтердің бәрінде осындай рұқсаты болмауына байланысты бүгінгі күні шетінен жабылып жатыр. Сондықтан жаңағы осы жиналыста айтылған мәселенің бәрі назарға алынсын. Жиналыс осымен жабық деп жариялансын. Келгендеріңізге рахмет. Зейін салып тыңдағандарыңызға да рахмет. Сұрақ қойғандарыңызға рахмет.